Саламатсыздар 7 сынып оқушылары 1-тоқсанға арналған ТЖВ тапсырмаларының бірінші нұсқасын қарастыратын боламыз. Бірінші тапсырма бір мүшенің коэффициенті мен дәрежесін анықтаңыз. Коэффициенті дегеніміз оқушылар осы айнымалылардың алдында тұрған сандаламыз. Коэффициенті 6-дан 5, ал дәрежесі x. Мінекей мұнда 5 дәрежесі, y-тің 1 дәрежесі бар деген сөз. Екеуін қосамыз 6 дәреже болады. Сонда 6-дан 5 және 6 болады екен. Мінекей С нұсқасын дұрыс жауап қаламыз. Екінші тапсырмада, егер үшбұрыштың қабырғалары көп мүше түрінде берілген болса, оның периметрін табыңыз. Мінекей үшбұрыштың үш қабырғасының мәндері берілген, яғни А қабырғасы, Б және С қабырғасы берілген. Периметрін табу үшін үшеуін қосамыз, сонан соң барып жауабын стандартты түрде көп мүше түрінде жазып, оның дәрежесін көрсетіңіз. Оқушылар, үшбұрыштың периметрін табу үшін қабырғаларын қосамыз, яғни А, Б, С-ны қосамыз. Мұндағы ұқсас мүшелерді біріктіреміз. 3xy квадрат, 2xy квадрат және 2xy квадрат. Үшеуі ұқсас екен, коэффициенттерін қосамыз, сонда 7xy квадрат болады. Мұндағы 7x пен 3x-ті қосамыз, 10x болады және минус 2y-ті азайтамыз. Енді оқушылар дәрежесіне келетін болсақ, бір мүшелердің дәрежесін есептейміз. Мұнда мінекей x-тің 1 дәрежесі бар деген сөз. Қосамыз 2-ні 3 дәреже болады. Мұнда 1 дәреже, мұнда 1 дәрежесі. Сонда қайсының дәрежесі үлкен, сол дәрежені аламыз. Сонда 3 дәреже болады екен. Үшінші тапсырмада көбейткішті жіктейміз. Оқушылар, мұнда мінеге 5x квадрат, мұнда 5ax, екеуінде де 5x бар екен. Жақшаны алдына шығарамыз. Жақшаның ішінде x қосылған a қалады. Келесіде 7a қосылған 7x, екеуінде де 7 бар. 7-ні жақшаның алдына шығарсақ, жақшаның ішінде a қосылған x қалады. Сонда x қосылған a қосылған x, екеуі де бірдей өрнеге, екеуінде таңбасы бірдей орын алмастырып жазсақ болады. Сонда екеуін бір жақшаға аламыз. А қосылған x бір жақшада, келесі жақшада 5x қосылған 7. Мінекей осылай көбейткішке жіктеп алсақ болады екен. Оқушылар, келесі 4-ші тапсырмада үйдегі жатын бөлмелердің көлемі 1200 метр куб. Егер әрбір куб метрге 3,4 көбейтілген 9 дәрежесі бірлік шаң сәйкес келсе, үйдің барлық жатын бөлмелерінде қанша бірлік шаң болатынын анықтап, жауабын стандарт түрде жазыңыз. метр кубты стандарт түрге келтіреміз. 1,2 көбейтілген 13 дәрежесі метр куб деп аламыз. Өтір бізде оңнан сол жақ қарай қанша орын жылжыса, сонша дәреже алынады. Сонда 1, 2, 3 орын жылжыған, соның есебінен 3 дәрежесі деп аламыз. Енді 3,4 көбейтілген 9 дәрежесін көбейтеміз 1,2 көбейтілген 3 дәрежесіне. Көбейткен кезде оқушылар 4,8 көбейтілген 9 бен 3-ті қосамыз, көбейтіліп тұре 12 дәрежесі бірлік болады. Келесі 5-ші тапсырмада есептеңіз. Минус 3-тен 1-дің минус 1 дәрежесі, минустан құтылу үшін 1-ге бөлеміз, сонда 3-тің 1 дәрежесі болады. 1 дәрежені жазбай қоямыз. Минус 7-тен 6-ның 0 дәрежесі, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Қосылған 2-ден 1-дің квадраты 4-тен 1 болады. Мұнда көбейту деп аламыз да. 1-ден 2-ні ал мен бөлімін орнын алмастырып 2-ден 1 деп жазамыз. 2-нің астына 1 бар деген сөз. Сонда 3-тен азайтамыз. 1-ді 2 болады. Қосамыз. 4 пен 2-ні көбейтеміз. 1 мен 1-ді көбейтеміз. 8-ден 1 болады. 2 қосамыз 8-ден 1-ді. Сонда 2,8-ден 1 болады. Келесі 6-шы есепте, егер шаршының ауданы 16 есе үлкейсе, онда оның периметрі қаншаға үлкейеді? Оқушылар, жалпы шаршының ауданын табу үшін қабырғасын квадраттаймыз.
мұндағы ең алдындағы ең бірінші қабырғасы белгісіз, оны x деп аламыз. Енді алғашқы ауданын табайық. S1 тең болады x квадратқа. Енді келесі екінші 16 есе үлкейген, сонда екінші ауданы 16x квадрат болады. Енді қабырғасын табу үшін 4x көбейтілген 4x деп аламыз. 16x квадрат шығу үшін 4x'ті 4x'ке көбейтуіміз керек. Сонда бізде екінші қабырғасының мәні шыға келді екен. 4x болды. Енді периметрін табамыз. Периметр табу үшін 4-ті көбейтеміз бір қабырғасының ұзындығына. Бірінші кездегі периметрін табайық. 4 көбейтілген a1 деп аламыз. 4 көбейтілген a1 бізде x-ке тең. Сонда тең болады 4x-ке. Енді екінші кездегі периметрін табайық. 4 көбейтілген a2 тең болады 4 көбейтілген a2 бізде 4x-ке тең болды. Тең болады 16x-ке. Енді қанша есеге үлкен екенін табу үшін осы периметрлерді бір-біріне бөлеміз. Яғни екінші периметрді бірінші периметрге бөлеміз. 16x-ті бөлеміз 4x-ке. Сонда 4 болады екен. Жауабы 4 есе үлкен. Сонымен оқушылар, тжб-ның талдау сабағым осымен аяқталды. Түсінбеген сұрақтарым болса, комментарийға жазып сұраңдар. Сау болыңдар.